Сәлем достар, сіздермен мен бүгін Клашернекті KZ арнасы. В общем, достар, так, конкурс болды. Конкурстың жеңімпаздары өздерінің сыйлықтарын алды. 1500 кристалл және аккаунтты алды. В общем, енді конкурс күтіңіздер, мың подписчик болды, енді көреміз. Айтпақшы, каналда болды 700 подписчик, бүгін тура 700 подписчик, сіздерге рахмет. Енді 300 подписчик қалды, 300 подписчикке тез жиналамыз деп ойлаймыз. Так, енді қазір біз любой сұрай салайық. Достар, в общем, мен сіздерге бүгінгі тақырып біздің кланға келеді. О, Нұрикпен бала маған дракон салды, рахмет көп. В общем, достар, так, не істейміз біз? Не істейміз енді бізде КВ-да мен кланды көрсетіп қайтайын. Кландағы балалар, в общем, бүкілі шығып кетті. В общем, доктор дейді. Бірақ, в общем, керемет жігіттер бар. Бізде соңғы кездер КВ нашарлап кетті, себебі өзімізде жазыр, міне қараңыздар, 6 рет уже жеңілдік. В общем, короче, енді осы КВ-да жеңіп жатырық, біз мен өз атакымды көрсетпей қойын, да. Так, 28-27 оларды уже шанс жоқ. В общем, жеңдік, арабтар кездесті. Сол, короче, опана, мен атакымды көрсетіп қойын. Так, бізде қазір мен сіздерге атакаларды көрсетіп қойдым. Мен ана жолымен, короче, қатты мықты атака жасай алмаймын. Чисто менде бір жылды сондай, короче, үйреніп жатырмын да. Содан кейін мен алып кеттім екі. Ойлаңыздаршы, өзім кәдімгідей таңғалып қалдым да. В общем, мен гоу сосын шарлармен шықтым. В общем, мына жерде мен мақсатым 2 ПВО-ны сындыру болды. 2 ПВО-ны қазір сындырамын сіздердің көздеріңізше. Содан кейін лук королева кетеді. Опана, бітті. Мына қараңыздар, сосын, короче, бізде КВ противниктер өте рак болды. Крепшкадан голем шықты. Сенесіздер ма? Голем. Өзім таңғалып қалдым. Мына жерден шарлар кетті. Ганшаямен сосын Диас деген балаға рахмет екен көптер. Неге дәуірден сол бала бізге кланда соның арқасында жеңіп жүр. Өткен себебі донат беріп, Ганша 3-ші уровень әрі тірі көріп. Осы мен енді казах армия сияқты мен сурет шешуге кірістім. В общем, менде 2 спешный заклинание артық қалды. Қазір мен соған, короче, мен өзім в общем сасқалап қалдым. Сурет дегенде жалпы нормальный сурет салу керек еді. Былай қисық кетті, в общем. Қарап отырыңыздар. Міне мына жерден біреу кетті. Екіншісі міне кетті. Құртаңыздар, міне 2 типа мәзіқ сияқты. В общем, сондықтан кетті осылай суреттер. Солай әйтеуір шүкір етіп жұлдыз алдым. Енді бірдің атакасын көрсетпей қойын мен. В общем, мен қазір бірге жасанды көрсетейін. Көбісі рахмет деген көп тұр. Балаларға осындай трешка сындырып әйтеуір маған көмектесіп. В общем, керемет, в общем, жігіттер. Бұл жерде менің мақсатым 2 жұлдыз алу болды, себебі мұндай әскерлермен енді в общем 3 жұлдыз алу мүмкін емес деп ойлаймын. Себебі мен дымфашы атака жасалмайды да, енді атака үйрену қажет деген сияқты. Бұл жерде қудым мен, в общем, мына жерден ратушаны сындырып 2 жұлдыз алу болды. Мактар алды, әйтеуір сөйтіп. Одан кейін голем пеккалар келді. Одан кейін кәдімгі стандартты түрде пеккалар големдер мына жерге кіріп добивать ету қалды. Мен специально неге атаканы сөндірген жоқпын, себебі мысалы сіздер шанс болмайды десеңіздер жалғастыра беріңіздер, себебі кланға урон көбейеді, наоборот урон. Сондықтан сіздер мысалы счет ничья болса урон жағынан жеңіп кетулеріңіз мүмкін. Бұл жерде Ильяс деген жігіттің атакасында көрсетіп қайтайын. Осы КВ-да, в общем, тағы да атака көрсеткім келеді. Міне мына жерден пекашты көріп айттым мен сіздерге рак деп. В общем, соперниктер нуб. Нуб дегенде мега нуб шығар енді. Олай айтып керек емес деп ойлаймын. Қытайстар ғой енді, китайстар қалай айншуайын деп қыртып кеткен ғой. В общем, солай. Бұл жерде спокойно алып кетті. 2 ПВО-ны арқарай добивание қалды. Көртуаңызды геройлардың жизні нормальный, жизні, в общем, керемет. Мына жерде видималар жүр. Сол, короче, атакалар
Так. Енді мен сіздерге осы КВ болып жатқанды көрсетейін. Бұл жерде Ильяс екінші сындыр. Мен өз атакымды көрсетейін ба? Көрсетпей ақ қояйын. В общем, менің атакам қызықсыз. Мен сіздерге қазір екі тхшитін атакасын көрсетемін. Нурик және Тима деген балалардың. Как көресіздер. В общем, Крепсін, мына жерден Крепсканы шығарып алды. Дракондарды өлтірді. Мына жерден гиганттар кетті. В общем, Ильяс деген жігіт, өзінің тактикасын құрып алды да. Го, гик ба, гиктармен шығады. Гиктар енді отвлекать етуден мастер ғой. Сондықтан көңіл бұру деген сияқты. Достар, в общем, мен айтқан болатынмын, группада опрос жазайын болатын мен досыммен, шутер ойын, Counter-Strike сияқты. Соған летсплей түсірейін ба деп. Сосын опроста деген сұрақ көбейді. Мен оны түсіре алмаймын. Неге десеңіз, мысалы, программа бар ғой, видео түсіретін. Сол, скайппен сөйлесіп жатқанда, ол мүмкін емес деп шығады. Не екенін білмеймін. Енді ол компьютерден ғана болады. Android несін жауып тастайды. Бұл жерде Тима, мына ақ кетті ғой. Қай жерде бұл Тима деген жігіт атака жасаған болатын қазір. Қараңыздар, бірінші атака жасаған болатын қазір Тима. Бізге неге мынаның жетінді көрсетіп тұр. Вот, в общем, қазір военный события қайда? Тима қайда? Міне, 5 так берген. Қараңыздар, тх енді 9-шы тұр ғой, в общем, тх 9-шы тұр. Содан кейін енді мына жерде воздушка бір деп енді болмайды, сондықтан қараңыздар. Басынауышесінде ТХ-8-дің несін расстановкасы құрайды. Бұл жерде дракондарды кетіріп алды. Мына жерде керемет. В общем, жол ашты. Мен сіздерге драконмен атака жасасаңыздар, осылай істеген кет. ТХ-7-де тактика, в общем, тактика жоқ қой. ТХ-7-де любой басан сындыру болады дракондармен, даже бірінші уровень дракондармен. Вот, енді ТХ-8-ден жоғарыларда тактика мощный болады. Сондықтан сындыру өте қиын болады. Бұл жерде спокойно енді алып кетті. Керемет. В общем, 9-шы тұрып 5-сі сындыру деген өте жетістік деп ойлаймын. Себебі, в общем, керемет. Енді так. Соңғы атаканы көрсетіп жіберейін. Так. Нурик деген жігіттің атакасын көрсетіп қайтайын. Бұл жерде енді опанай атака деп ойлаймын. Тоже дракондармен, в общем, тактика мүлдем жоқ қой бұл жерде. Опанай ғана сносить етуге болады. Ары қарай өзіңіз білеттеріңіздей воздушка жақтан сындыру. Опанай снос, жалпы керемет. Ары қарай добивание. Мына жерден Крепсканы шар көп кругты очистить етті. Защитадағы дефтерді. Ары қарай дракон өздерінің жұмыстарын бітіреді. Егер достар лайктарыңызды аямаңыздар, лайк көп болса видеода тез шығады. Сосын рэп жасаңыздар, каналға тіркеліңіздер. Оны сіздерден енді 1000 подписчик күтем. Сол. В общем, опанай шылбыз. Егер кланға кіремін десеңіздер, кіріңіздер. Кәне қарап тұрғандардай өздеріңіздің көздеріңізше кланда приглашение қыламын. В общем, өзіңіз білеттеріңіздей 1000 трофейден жалпы кіріңіздер. Ал сіздермен бүгін болған мен Clash.kz арнасы. Достар, жалпы каналға тіркеліңіздер, лайк басарыңыздар, лайк тегін. Ал аманта жүзгенше достар, сау, сәлемет болыңыздар.